Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 11 сынып оқушылары үшін 4 тоқсандағы жазылатын 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары бойынша талдайық. Бірінші өлшеу әдістемесіне қарай жұлдыздық шаманың бөлінуін атаңыз. Визуалдық тікелей көзбен қарайтын жұлдыздық шамалар фотографиялық, фотоэлектрлік, радиометрлік жұлдыздық шамалар болып бөлінетін болады. Бесінші абсолют шама жұлдыздық шамамен көрінетін жұлдыздық шаманың айырмашылығын ашып жазыңыз. Жалпы 10 парсек стандарт қашықтықтағы шырақтың жұлдыздық шамасын абсолют жұлдыздық шама дейміз. Ол шырақтардың физикалық қасиетін, жарқырауын сипаттайды. Абсолют шама м көрінерлік жұлдыздардың шамасын кішкентай м менен белгіленеді. Екінші, көрінерлік жұлдыздық шамасы алды болатын жұлдыздың жерден 80 парсек қашықтықтағы орналасқан осы жұлдыздың абсолют жұлдыздық шамасын анықтаңдар. Бұл мына формуламенен анықталады. Сондағы осы жұлдыздың жұлдыздық шамасын анықтаған кезде, сан мәндерін орнына қойған кезде 1,48-ге тең болады. Жалпы біз осы стандарт қашықтықтағы жұлдыздық шамаларды 6 деңгейге дейін бөлетінбіз. Сонда бұл 1,48-ге тең болды. Үшінші, Плутон ғаламшары арқылы 40 атмосфера бірліктегі қашықтықтағы орналасқан күннің абсолют жұлдыздық шамасы 4,77-ге тең. Күннің осы планета арқылы бақыланғандағы көрінерлік жұлдыздық шамасын анықтаңдар. Бұл тағы да сол формула бойынша анықтадық. Ол минус 18,18-ге тең болды. Төртінші, күн сәулесінің спектрлігі анықтау барысында оның энергетикалық жарқырауының спектрлік максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығы 500 нанометр. Күнді абсолют қара дене деп есептеп, абсолют температураны анықтадық. Сондағы Больцман-Стефан формуласы бойынша лямбда тең болады. Бұның үлкен температураға қатынасы бойынша температураны анықтадық. 5,18, 10-9 дәрежесі кельвинге тең болады. Бесінші, жоғарыда берілген 4-ші тапсырманың мәліметтерін қолдана отырып, абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауын анықтаймыз. Энергетикалық жарқырау бұл температураның 4-ші дәрежесіне тура пропорционал болады. Сондағы мәндерді орнына қоятын болсақ, 64, 10-30 дәрежесі ватт бөлінген метр квадратқа тең. 6-шы, суретте Грейц-Брюник Расселл диаграммасы бейнеленген. Диаграмма бейнеленген. Осы диаграммаларды пайдаланып, төменде көрсетілген 5 тұжырымның дұрыстарын анықтап, дөңгелектеп белгілеңіз. Ақ ергежейлі жарқырау үшін қызған жұлдыздар. Сондағы дұрысы бұл 2-ші және 3-ші деп белгіледік. 2-ші, атмосферадағы заттың тығыздығы жұлдыздың спектр сызығының еніне әсер етеді және Бетельгейзидағы жұлдыздың асқын алыптарға жатады, себебі оның радиусы күн радиусынан 1000 есе үлкен болады. Баста тапсырмасында берілген 5 тұжырымның қателерін анықтап, неліктен қата екендігін түсіндіріп жазамыз. Енді осы 1-ші диаграммадан жұлдыздардың жарықтығы жарық емес екендігін көруге болады. Ал 4-ші тапсырмасында жұлдыздардың көпшілігі негізгі тізбекте орналасқан. Ал 5-ші орташа күн орташа өлшемді және ол Ж класына жатады. 7-ші, алыс галактиканың жарық спектрінің спектрлік сызығының толқын ұзындығы 398,6 нанометр екендігі өлшенген. Дәл сол сызық зертханалық жолмен өлшегенде 393,3 нанометрге тең екендігі анықталған. Жарық жылдамдығы және коэффициенттер берілген. Енді осыны есептейміз. Галактикадағы құлдырау жылдамдығы дельта лямбданы бұл 5,3 нанометрге тең болды. Сондағы жылдамдық 4,6 дәрежесі метр секундқа тең. Галактика дейінгі ара қашықтықты табу керек. Ара қашықтықты тапқанда мен жылдамдықты коэффициентке бөлдім. Сонда 62 мегапарсекке тең болды.
үлкен жарылыстың 3 дәлелін ашып жазыңыз. Дәлелін жазып жазамыз. Әлемнің ұлғаюы Хоббл заңы бойынша. Екінші, ғарыштағы сәулелер ғарыштағы микротолқындық фонды сәуле шығарады. Үшінші, жеңіл элементтердің көптігі. Б. Жарықтық микротолқындық сәулелену дегеніміз не? Жарық үлкен жарылыстан кейін шамамен 400 мың жыл өткен соң ғалам қазіргіден әлде қайда ыстық болған кезде қалып қойған. Сол кезде атом алғашқы құрыла бастады. Яғни жарық қатты жұтылмайтын болғандықтан ол аздап көрінді. Алайда енді ғаламның ұлғаюынан жарықтың лямбда ұзындығы артты. Сол себептен қазір тек микротолқын түрінде көрінетін болады. Ғарыштық микротолқындық сәулелену нені көрсетеді? Енді ғарыштық микросекунд біркелкі болғанымен, онда бізге үлкен жарылыстан кейінгі жағдайлар менен ғаламның дамуы туралы мағлұмат беретін ықсулары, соның нәтижесінде есептеулер жалғасуда. 2009 жылы бұл ғарыштық микротолқындық әгіндегі сәулеленуді зерттеуге, үлкен жарылыс теориясын сынақтан өткізуге және бізге ғаламның нақты қалай пайда болғандығын түсіндіруге үлкен мүмкіндік туды. 9. Оқушы алюминий тығыздығын анықтау барысында төмендегідей мәліметтер алған. Ал оның әгіндегі массасы, ұзындығы, ені, қалыңдығы төменгі берілген. Енді осы төмендегі формуланы пайдалана отырып алюминийдің тығыздығын анықтаймыз. Бұл формуланы мен мына жерге жаздым. Тығыздықты анықтаймыз. Мына жердегі массаның мәндерін, олардың ұзындығының, енін, қалыңдығының мәндерін жаздым. Сонда осы алюминийдің тығыздығы 2,6 грамм сантиметр кубқа тең болды. Енді алюминийдің тығыздығы сонымен ротинг болады. 2,6 грамм сантиметр кубқа тең болды. Өлшеулердің келесі тапсырмамызда өлшеулердің салыстырмалы қателігін анықтау керек. Салыстырмалы қателікті эпсилон менен белгілеймін. Сондағы осы тығыздықтың, абсолютті тығыздықтың негізгі тығыздыққа қатынасы деп қарастыратын болсам, енді бұл жерде оның тығыздығы дельта М'нің М'ге қатынасы, дельта Л'дің Л'ге қатынасы, дельта омеганың омегаға қатынасы, содан кейін дельта T'ның T'ға қатынастарының қосындысы арқылы өрнектеп жаздым. Салыстырмалы қателікті табу үшін сондағы мәндерді орнына қойып есептегенде салыстырмалы қателігіміз эпсилон 0,2 грамм сантиметр кубқа тең болды. Енді өлшеудің абсолют қателігін анықтау керек. Абсолют қателік деген эпсилонның сол роға қатынасы. Сондағы абсолют қателікті тапқанда мен мұна 0,2 грамм сантиметр кубты 2,6 грамм сантиметр кубқа бөліп 100-ге көбейтемін. 7,7% бұл абсолют қателік анықталатын болды. Міне балалар, бүгінгі 11-ші сыныптағы сендердің соңғы 90-дағы соңғы тарауды қарастырғандағы ғарыш эволюциясы тарауына байланысты осындай үлкен 90-дық жұмыстарыңды талдап көрсетіп отырмын балалар. Сендерге назарларыңа рахмет. Білімнің биік шыңында болыңдар. Сәттілік тілеймін. Сабақтарың өте жақсы аяқтап, ұлттық бірыңғай тестілеуде үлкен жетістікке жетулеріңе тілектеспін.